Сәлем достар, Балбармақ арнасына қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен манты әзірлейтін боламыз. Бірінші қамырын бастырып қоямыз. Ол үшін 1 пиала суымызға 1 шай қасық тұз, 1 тұқым жұмыртқа салып, қасықпен жұмыртқаны араластырып аламыз. Оған 1 ас қасық күнбағыс майын қосып, тағы араластырып, қасығымызды қоя тұрамыз. Сұйықтығымызға 3 пиала ұн салып, қасықпен ұнымыз біріккенше араластырамыз. Достар, подписаться кнопкасын басып, тіркеліп лайк басып отырыңыздар. Ұнымыз бойына сұйықтықты сіңірді деген кезде қолмен жақсылап біркелкі етіп илейміз. Илеп біріккен соң бетін ас пленкасымен жауып 10 минутқа тындырып қоямыз. Енді салмамызды дайындаймыз. 600 грамм фаршқа жуан мен картопымызды 4 бұрыш етіп турап, 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық бұрыш салып араластырамыз. Енді 10 минут өткеннен кейін қамырымызды алып, иін қандырып илеп, бетін ас пленкасымен тағы да жауып 10 минутқа қойып қоямыз. 10 минуттан соң мантоваркамыздың үстіне керегінше су құйып, астын жағып қайнауға қойып қоямыз. Және де қамырымызды жазуға көшеміз. Қамырымызды 2 бөлікке бөліп, 1 бөлігінің бетін жауып, екіншісін жазамыз. Жазып болған соң оқтауымызға орап, видеодағыдай әдіспен қойып, ұзынша етіп үстінен кесіп шығамыз. Кесілген бөліктерді бірінің үстіне бірін қойып, 4 бұрышты форма шығатындай кесіп шығамыз. Оны дастарханның үстіне қойып, енді салмамызды алып, екі қамыр болатындықтан 2 бөлікке бөліп, 1 бөлігін теңдей бәріне салып шығамыз. Түйеміз. Екінші күлшені де дәл осылай жайып, дәл осылай салма салып түйіп шығамыз. Мантоварканың листісін жақсылап күнбағыс майымен майлап, үстіне түйген мантыларымызды қойып шығамыз. Суы қайнап тұрған мантоваркаға салып, 50 минутқа пісіріп аламыз. Оның арасында бетіне құятын подливамызды, яғни құймамызды дайындап аламыз. 1 жуаны ұзынша етіп турап, 1 сәбізді үккіштен өткізіп, табаға күнбағыс майын қыздырып, кішкене құйып, жуамызды шыжғырып, үстіне сәбіз салып пісіріп аламыз. 50 минуттан кейін мантымызды алып, тарелкамызға салып, үстіне құймамызды құйып, ұсынамыз. Астарыңыз дәмді болсын.